15 тамыздан бастап Шымкент қаласы бойынша қамқор ипотекасы басталады. Бұл ипотеканың негізгі артықшылығы: алғашқы жарна 10% құясыз үйдің және 5% кредитпен аласыз. Бұл негізі Алматы жастары, Елорда жастары бағдарламасына ұқсас болып келеді. Қамқор бағдарламасының негізгі артықшылығы: 20 миллионға дейінгі үйді ала аласыз, несие мерзім 25 жылға дейін және Шымкент қаласында сіздің пропискаңыз болуы керек. Кімдер ала алады? Мәдениет, білім беру, медицина саласында жұмыс істейтін жастар, 60 жасқа дейінгі толмаған азаматтар, тұрақты 3 жылдық тіркеуі бар азаматтар ала алады. Бұл балдық көрсеткіш бойынша іріктеу жүргізіледі. Сіз балды қалай жинай аласыз? 35 жасқа дейінгі болса, жасыңыз 5 ұпай аласыз. Әрбір жұмыс стажыңыз балл және отбасы құрған жылыңыз баллмен есептеледі, және отбасындағы баланың саны тоже баллмен есептеледі. Және қойылатын бір талап: бұл 5 жыл көлемінде ешкімнің атында үй болмауы керек.